20 ғасырдың 60-70 жылдары Қазақстан бейнелеу өнері тарихындағы жемісті кезең болды. Дәл осы кезде Әбілхан Қастеев, Гүлфайруз Исмаилова, Айша Ғалымбаева сынды атақты суретшілердің туындылары дүниеге келді. Бұл әйгілі қылқалам шеберлерінің қатарында қарағандылық Райымқұл Есіркеев те бар еді. Хабарымыздың бұл жолғы саны қазақтың осы дарынды перзентінің шығармашылығы жайлы. Дәлірек айтқанда, суретшінің халық шебері картинасы турасында болмақ. Кеңес одағы кезінде 20 ғасырдың орта шеніне жататын өнер туындылары көбіне еңбек адамдарына арналғаны белгілі. Бүгінгі хабарға арқау болатын туынды да осы тақырыпта. Суретші бұл портретті Кенепте майлы бояумен 1970 жылы Қарағандыда салған. Қолөнерді ерекше бағалаған Райымқұл Есіркеевтің халық шебері атты бұл картинасында бейнеленген әжей сол кезде өмір сүрген, қолөнермен айналысқан Сәлима апай еді. Райымқұл Есіркеевтің ұлы Мейрам Есіркеевтің айтуынша, Сәлима апай өзімізге жақын апай болып келетін дейді, туысқан. Көрші болып тұрдық. Ақтоғай өңірінің тумалары ғой бұл кісілер. Қоңырат, бұрынғы 10-шы ауыл дейді, қазіргі Қоңырат ауылы, сонда көрші болып тұрдық дейді. Алаша тоқыған, сырмақ сырған, текемет басып, киіз басып, оның оюларын әдемілеп түрлендіріп сала білген шебердің бірі болған екен. Ал енді нақты осы шығармаға келетін болсақ, Райымқұл кимешек киген, 70 жастан асқан әженің бейнесін бейнелеген. Оның үстіндегі сары көйлегі, қара түсті камзолы, басындағы кимешегі бәрі сондай түсімен гармония дейміз ғой, үйлесімділік тауып тұр. Өнер дәстүрінің ерекшеліктерін аудырмай, өз ойымен көрерменге жеткізу, бұл нағыз жаңағы тапқырлық, ізденіс. Мінекей осындай ізденістер арқылы Райымқұлдың жұмыстарының барлығы ерекше, өзгеше. Өйткені оның өзгеше болатын себебінің өзі бояу нақыштарын өз жүйесінде сәнінде келтіріп бояуы. Бұл бояу жатқан бір әлем. Оны әр суретші өз іс тәжірибесіне байланысты, іскерлігімен өзінің тапқырлығына байланысты қолданылады. Ал Райымқұл болса, оның жүйесін өте нәзік. Бояу түсінің нәзіктігі, үйлесімділігі, бояу нақыштар бір-бірімен өте нәзік үйлесіп жатады. Айшықты бір-біріне қарама-қарсы сондай керемет толқып жатқан нәрсе жоқ. Өте бір әдемі жүйелілікпен, қазақ мінезінің, қазақ әйелінің биязылығымен тұйықтығын қандай әсем нәзіктікпен бере біледі. Ал енді көзіне қарасаңыз, бұнда әжеміздің шаршаңқы бейнесін көруге болады. Өйткені бұнда суретшінің айтқысы келгені әйел адам үйдің отанасы. Ол үйдегі барлық жұмыстарды бітіріп тастап, жаңағы аяқтағаннан кейін үйдің шаруашылығын, әйел адамның мойнында көп шаруашылық бар ғой енді, жолдасын күту, балаларын күту деген сияқты. Соның бәрін бітіргеннен кейін ол демалуға отырған түрі. Сонда біз қарап отырсаңыз, әйел адамдар демалғанның өзіне текке отырмайды екен. Қолына ұршық алып, ұршықты иіріп отырған. Ұршықтағы жіп бұл жай ғана зат емес. Суретшінің бейнелегісі келгені ол жол. Адамның өмір жолы дегенді бейнелеген. Жіптің жаңағы толқындалып жаттығы барлығы бұл адам жолының, жаңағы өмір жолын бейнелеген деуге болады. Райымқұл Есіркеев көбіне портрет салған кезде адамды 5-6 сағат бойы отырғызып натурадан салады екен. Оған бұл жолда жұбайы Зүпін апа көп көмектесіпті. Сонда Сәлима апамыз 70-тен асқан адамға отыру оңай емес қой, 5-6 сағат бойы шаршайды. Сонда оның орнына Зүпін апай келеді екен. Оның жолдасының өнерін құрметтегені, сыйлағаны соншалық 5-6 сағат бойы тапжылмай отыра беретін дейді. Және біздің кейіпкеріміздің үстіндегі киімдер, сары көйлегі, бешпенті, жаңағы басындағы камзол, барлығын осы Зүпін апамыз тіккен екен. Сонда жаңғысының екеуінің бір-біріне деген сыйы, бір-біріне деген көмегі мені өте сондай таңғалдыратын сол кезде. Осының жұмысқа дайындығының өзі бір ерекше болатын. Жұмысқа сондай ұқыпты дайындалып, кестілерін бәрін дайындап,
тіпті кесілерін сүртетін нәрселеріне дейін бәрін дайындап алып барып жұмысқа кірісетін. Сол кісінің жұмысына жұбайы менің енем Зүпін өте жақсы көмектесіп жүретін. Ол кісі портреттер салды, портретист болғандықтан көбінесе. Сол кезде заказдар болатын көп. Сонда портрет салған кезінде портреттің папам басын салады күнде. Сол кезде енді 55-56-та ол кісі. Сонда өнімді жұмыс дейді. Бір күнде 4 портреттің, үлкен портреттің басын салып, ол кісі бітуге тақайды. Мамам болса, оның бояп беріп жатады сол кезде. Сөйтіп, өте жақсы көмектеседі. Художниктер мамамды нештатный художник деп атайтын сол кезде. Өте жақсы көмектесіп жүретін. Осы кезде Райымқұл Есіркеевтің шығармашылығы жайлы көп айтылып, көп жазыла бастайды. Индустриалды Қарағанды газетіне Иванина, Гаврилова, Дараева сынды өнертанушылардың суретші жайлы мақалалары жарияланады. Шебер өзінің замандастары Антоненко, Андреюк, Сизанцев, Жирнов сынды орыс суретшілерімен тығыз шығармашылық байланыста болады. Сол кездегі менің өзім есімдегі үйде болсын, кейде суретшілермен араласып, осында бір мерекелерге бір келетін сәттеріміз болатын. Сол кездегі менің байқайтыным өнердің өте бір өрлеп тұрған кезі. Енді тұры аңқып тұрады деп айтуға болады. Үйдің ішінде де мұнда осы жаңағы художественный фонд, сонда келсең өз жерде де қайда болсын бір енді осы еңбекке қызу араласқан, сондай бір ынталы адамдарды көресің. Анасының портреті. Қараңыздаршы, 1957 жылы салынған жұмыс. Бұл портретте Есіркеев Райымқұл өзінің анасының бейнесін сондай мейірімділікпен, анаға деген сүйіспеншілікпен, мол махаббатпен бере білген. Райымқұл Есіркеевті Қастеевке тегін теңемеген деп айта аламын. Неге қарағандылық Қастеев деп атаған? Себебі Райымқұл кәсіби білім алмаса да, ешқандай училище, академия бітірмесе де, өзінің табиғи дарынының арқасында Қарағанды қаласындағы қазақ ұлтынан шыққан алғашқы кәсіби суретші атағына көтерілген. 1964 жылы ол кісі жабық дауыс беру әдісі арқылы суретшілер одағына мүшелікке қабылданды. Райымқұл Есіркеев шығармаларындағы басты тақырып адам. Суретші жерлестерінің портреттерімен танымал. Ол кейіпкерін өзінің күнделікті үйреніп қалған ортасында еркін атмосферада бейнелейді. Райымқұл Есіркеев өмірбаянын зерттей келе, суретші тағдыры оңай болмағанын көруге болады. Бай тұқымынан шыққан Есіркеев кәмпескелеуді, соғысты көріп әкеден ерте айырылған. Ол жастайынан майданға аттанып 1946 жылға дейін соғыста болады. Сол себепті суретші шығармашылығында соғыс тақырыбы, батырлардың бейнесі көптеп кездеседі. Соның ішінде Кеңес одағының батырлары Әлия Молдағұлова, Нұркен Әбдіровтің бейнелерін ерекше атап өтуге болады. Бұл портретте сондай қырағылықпен соғыс алдындағы қолына мылтықты ұстатып, көз қарасынан жаңағы портреттегі бейнесінен қорқыныш сезілмейді. Ол отан үшін барлығына дайын екендігін осы Райымқұл Есіркеев. Мүмкін ол кісі бұны сондай нанымды етіп бейнелеуіне өзі сол соғыстың арасында болғандығы да әсер еткен шығар. 5 жыл соғыста болды. Жапония түбіндегі соғысқа қатысты, Прибалтика түбіндегі соғысқа қатысты. Қаншама орден медальдары болды, жараланды. Соғыс біткеннен кейін барып қана отанына оралды. Енді 17 жас деген жас, қыршын жас, сол кезде ол қанды да көрді, сол қызу соғысты да көрді, қаншама қиыншылықты да көріп келді. Сондықтан да ол кісіге ойлаймын, Райымқұлға осы батырлар бейнесін сомдау, сондай нанымды етіп халыққа бере білу оңай болған шығар деп. Өйткені көзқарасынан отанын, елін қорғауға деген сенімділікті көруге болады.
Райымқұл Есіркеев соғыстан кейін Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін, Жапонияны жеңгені үшін, Лениннің 100 жылдығына орай еңбектегі ерлігі үшін және тағы басқа сол кездегі ең жоғары саналатын төс белгілермен марапатталды. Райымқұл Есіркеевтің еңбек жолын көзінің ағы мен қарасындай болған екі ұлы Қуаныш пен Мейрам жалғастырды. Алайда олардың сурет салу мәнері бір-біріне мүлде ұқсамайды. Бүгінгі таңда суретшінің үлкен ұлы Қуаныш Есіркеевтің жасы 70-тен асып қалды. Оның картиналары әлемдік деңгейде танымал. Райымқұл ағамыз тек қана өзі ғана сурет салып қойған жоқ. Сонымен қоса өз балаларын өнерге соншама тәрбиелей білген бір жаңағы тәлімгер әке ретінде қарастыруға болады. Енді Райымқұл ағамыздың баласы мынау Қуаныш. Қуаныш ол әкесінен де үлкен дүниені жасай білген суретші. Ол неге десеңіз, ол мынау сурет училищесін бітіргеннен кейін өзінің ерекше мәнерімен қалды. Оның айшықты сызықтарындағы, оның жаңағы қолданылған түстерінің барлығы қазақтың жаңағы көрерменді бейжай қалдырмайтын бір фәлсафалық ойға жетелейді. Оның ерекше мәнері әкеден, мынау әке көрген оқ жанат, ене көрген томпышет. Сол әкенің жаңағы мәнерін ол қайтарған жоқ. Өз мәнерімен, өз мәнерін тапқан өнер адамдарының бірі. Әкесінің жолын қуып, осы кәсіби білім алмаса да, негізінен политехникалық институтты бітірген Мейрам Есіркеев те суретшілікпен айналысты. Міне, мына жерде Ақтоғай, әкесінің туған жері, яғни ата-бабасының жері деуге болады, Ақтоғай өңірін бейнелесе, ал екінші жұмысында Балқаш өңірінде деп аталатын жұмысы, кенепте майлы бояумен жазылған жұмыстар. Негізінен енді Мейрам ағамыз шахтада жұмыс істегендіктен көбіне жұмыстар шахтерларды салған. Шахтерлардың бейнелерін салған, ескиздері өте көп, осы тақырыпта жұмыстары өте көп. Суретшілер қауымына Есіркеевтер династиясы жақсы таныс. Қоғам бейнесін айнытпай бере білген әкесі мен екі баласының шығармашылығы кез келген өнер жанашырын бейжай қалдырмайды. Бұл тумадарын атадан немереге әдемі жалғасын тапқан. Әрине жаңа немерелеріне де әсер болды. Алғаш кезінде енді мынау Совет үкіметінің өзгергеніне дейін балаларда, менің балаларымда да бір суретке деген бір өте бір ынтасы болды сол кезде. Менің осының 3 немересі бар, ұл балалар, сол үшеуі де сурет салатын. Әсіресе үлкенімізді аты Еркін. Оны әжесі қолынан жетектеп художественный школға өзі алып барып орналастырды. Сол художественный школға барып жүрді. Кәдімгідей мұғалімдердің мақтауына ілініп, әжептәуір таланты бар бала сол өзде. Сол әжесі барлық керек нәрселерін бәрін сол өзінің атасына қалай көмектеседі, солай ол немересіне де көмектесіп, барлығын дайындап салып беріп, сөйтіп көмектесіп жүретін сол үлкен баламызға да. Сол баламыздың өте өнері бірталай бар. Қазір енді кішкене компьютер жағына тридиграфия деп солай ауысып кетті. Бірақ енді жақсы суреті де бар, портрет те салу сол баламның қолынан келеді. Негізі талант енді немересінен сол балаға берілген сықылды. Бүгінде тума талант иесі, бейнелеу өнерінің хас шебері Райымқұл Есіркеевтің 34 жұмысы Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында сақтаулы. Суретшінің қалған шығармалары қара шаңырағында отбасылық жәдігер